Aleyküm dostlar, sizlerle videoga қалайсыңдар dostlar. Бүгін біздер дейтін видео түсіретін боламыз. Қасында менің қасында біреу жүр әйтеуір. Мына анау кетіп бара жатыр. Білмеймін, анау Асик қой, Асик, иә. Достар, қар жауып кетті ғой, сонда едім. Мен оған аяз ата бұл пранк істейтін боламын. Міне осы подаркалар сыйлайын болған. Қазір енді бастаймыз. Аяз ата барма, жоқ па, көрейікші. Дала қышы, қар жауып кетті, дайындалайық. Қарларды алып тастайық. Қалың киімдерімді киіп алайық. Айтпақшы, дала қыз 2023 емес па? Дала қару дост қазір дайындалған кәкірі. Лопатамен алып тастайын қарларды. Достарға баратын боламыз қазір. Ертең алып тастайын. Бір жылының қасында. Осы аяз ата барма, жоқ па, звондап қою керек ше. Айтақ, ол нөмірін мен тиктоктан қойып қойғам. Тупой номерін звондайын отырып қой. О, барып отыр. Алло? Жоқ, өштіп тұрсын. Ұйықтайын. Достар, әдеу жүріп. Қарным ашып кетті. Қаш. Достар, кәмен ұйықтап алайын, анауды ұйықтап алсын, азанда көреміз қазір. Тоқтау ұйықтап алайын қазір, төсек алып. Кетті. Аны ұйықтасын қазір, қашын қабылды ұйықтап. Өзіме төсек алайын. Азанда ойнайтын боламыз достар, азанда пранк жасаймын. Бірінші оған дауысымды өзгертіп пранк істеймін. Қалай сөйлеймін? Деп сөйлеймін. Деп сөйлеймін. Қалай білмеймін. Осыны тұрдық. Ұйқым қалды. Дала тазалап тастайын. Неофисные будни Брюса Уиллиса. Мына үйді байқап қоймаймын. Анау дегені Асик байқап қоймаймын. И петля времени. Наш век шола. Бетон жолайықшы. Бәрібір айтам. Достар қазір. Пранк. Достар, ағымақтықлерді қашы өзіңіздер біз аңдай пранк жасаймыз қазір. Енді далаға шығып, қарлар тазалап тастау керек. Телефонымды өзімен бірге алып. Кеше мен аяз ата звондаған сияқты едім ғой. Бірақ ол алмады ғой бәрі. Кетіп дала тазалап тастайын. Мен әке шешең. Не анау завошканы атпақ? Достар, байқап. Қаш. Бүгін. Қаш. Қардан түзі майда болды. Қардан үй жасап тастаған ғой. Майда болды. Әркімнің қалауы ескерілді. Мала. Демеген қарды бәрі. Күшіндерге арналған мультфильмдер. Сен аяз атаны өтірік деп жүрсің бе? Аяз ата? Менің атым аяз ата болады. Білеміз аяз ата деген. Подарок бар ма, мам, подарка? Қандай Подарок подарок? әкелдің ме, подарка? Тақпақ айт, давай берем. Новый год қарам, Дед Мороз барам. Вот. Болды ма? Бұл өлең болмайды, басқа тақпақ жаттап көл бар. аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Өтірік сағал тағып алып, бізден подарка, бізге подарок беріп тұр. Ой, молодец, ке, мен саған Подарок берді. подаркаларымды бере берейін. Подарок әкелмедің ба? Алмаз! Рахмет, аяз ата. Байқа мен алып жедім да. Рахмет, аяз ата. Бұл мынау керек емес па? Қандай қалақтыра берсің бәс? Мусорный. Вот, на қылыш меч бәрін бердім. Ана жақта артында қыл меч тұр, ала бер. Кән. Артында. Любойын қырам енді кеп кел. Аяз ата ұшып кетті. Есегімен. Ешкісін. Достарға пранк қатты. Есек. Арбасымен ұшып кетті адам. Мына алмаздарын сақпайын керек маған. Достар, енді бұған анау зомби болып пранк істейтін боламыз, күтетіңіздер. Әй, күте тұр деп қой. Шығып сетім құрап алайын. Сетімді қандай қылсам екен, ә? Алмазын киіп жүре берейік, ештеңе алмайды. Капучино болмайды ау.
Қайсын қойсын өтін? Бағанамын таусып. Мынаның, мынан кейін ғой ешкісі. Ешкісі жүр деп айтады. Ешкісі неғып жүр деп айтады қазір. Лайк басып арнап тіркеліп отырыңыздар достар. Қазір. Ана қарлар не істейміз деді маған. Тұра берсінші. Не дос? Аяз атаңы жоғалтып алдың ба? Морозды? Подарка керек па? Иә, керек. Сөйлей аласың ба не? Иә. Сиқырлы болу біле. Ой, қосақ кеш. Қазір айырым. Ой, менде де бар ғой, апшам. Мен сен подарка берейін өтсің? Подарка берейін бе? Ой, подарка берейін бе? Берейін бе подарка? Мен саған беріп отқан шығармын. Мен саған берейін бе? Мен кет. Мен подарка берейін. Ой, мен түфіме керек ма? Мен оған өзім Аяз атаны деп көрейін. Аяз атаны көрген жоқсың ба? Ана қарай кет қалған. Онда кетсін, мен де сол жерге ұшып барам. Ұшып бар да. Ой, достар. Мен Аяз аты өтірік па деп жүрсем. Достар, короче. Смею оны? Метеорит. Достар, күте тұрыңыз. Короче, мынау қайсын киіп алсам екен, а? Қорқынышты не бар, қорқынышты? Не бар қорқынышты? Не бар қорқынышты? Қорқынышты не бар? Ештеңе жоқ па, не бар? Не бар? Не кесем екен, а? Жүзеге асырылды. Қыруар қаржы құйылған бұл жобалар өз нәтижесін көп күтпеген жоқ. Қазір достар. Елімізде бұрын-соңды болмаған өндіріс ошақтары пайда болды. Солардың бірі Шымкентте. Ел мен еңбектің бүгінгі тақырыбы Қазақстанды Не кесем екен, достар? Ойланып отырмын мен ше. жұмысшылардың Туғаннан кейін, мынау. Жей бастайыншы, жей бастайын. Өзіне бар едім мен деді. Өзіне ордыңға бар едім. Достар, енді таңқты жасайын. Мен тәуелсіздіктің құдасымын. Иә, жасаймыз. аренада елдің атын шығарып топ жарып жүргенде. Кірме атырауген еді. Осы зомбине секілді. Оны аяқта, кімнің қойы, кімнің шошқасы? Бірақ бүгін әдем, сиқырлы бұғыны кездестірдік. Аяз атасын жоғалтып алған. Аяз атаны кездестіріп, подарок беріп. Тұсына үйді қайда қырып бәрін. Мен екен болды. Үйден кетік шақтаға барайық. Красавка бардық, қайқы бар екен көреміз. Бірінші не видимші болайын достар. Не видимші болайын достар, қапаңыз. Не видим. Хотя бы 2 секундтық не видим бола ма? Не видимка. Невидимка қайда кетті? Кирка факел. 6 минуттық кетті. Кетіп жасай берді. Керек нәрсе алтын алумен аламыз, сосын не керек? Магнит, ночное зрение, өйткені аяқтың кетік шақтыға. Демек осы түстерге сәйкес келетін не болып, келесі жаңағыдай шыққан жүктерді тексеріп отырасыздар, иә? Шақтыға кетті. Осы фабрикада жұмыс істеп жүрсіз? Фабрикада жұмыс істеп жатқаныма 8 жыл болды. Бастапқыда кім болып жұмысқа орналастыңыз? Бәрі кеттік. Киркамен қас. Жұмысқа орналастым. Не үстіне? Оператор болдым. Аға оператор Үш болдым. кетті ғой өзіме? 6-7 айда ауысымнан сала дейін көтерілдім. Оператор дегеніміз жаңағы шығу процесін бақылап жүретін жігіттер ғой, иә? Өзіңіздің жаңағы қол астыңызда. Желе емес, алмаз керек, алмаз шақырады. Мысалы, мына жігіттердің бәрі Ночное зрение синтетикалық полипропиленнен салып, ол Жоқ, қазылып келе жатқан. полипропиленді жаңағы салу Не керек. нәрсе? Жіп шыққан Қазылып сайын келе алу жатқан. керек, оны жинау керек. Сондай жұмыстарды оператор атқарады. Или Осы мына жерде шет не естіген істейсіздер? шығып Қалай тексересіздер? Бізге осы зертхана туралы мына шет айтып жаққа берсеңіз. тасып Бұл кетейін. жерде тіпті алтын. Алтын! Не? Дегенде бұл жіп Алтын. егілмеген жіп. Дай. Егілмеген барып отыр. Ал. Бұрын әжелеріміз ұршықпен иіріп отырып, Алтын бар менде. кәдімгідей жүнді. Кән алтын. Ерілмеген жіпті бұл жерде орап Алтының бар менде? Оның несін тексересіздер?
жіптің түсін анықтан тексереміз. Мысалы біз Оны компьютерден мен ажаққа артынан. станокқа цвет береміз. Мына ақтылықтар қайдан шықты? Ол жақта келмейді ме? Ол жақты. Мысалы 5% немесе 4% бізге керек бояудың Осы жақта емес деген. Nerede iskelet dosum бар екен? Достар ана жақта келген күтетін боламыз қазір. Келе ма, келмей ма білмеймін. Бұл басқа жақта кім кетті? Iskelet досым айтып қоймай, ә? Осы жерде мына жердегі жіптерді арнайы түйіп тұрып кезеп Достарына сөйлемей қалды ғой. Бұл менің Көшіп кеттік. Шақты жоқ. кілемге қолданған кезде түсі қандай болады соны анықтау үшін, иә? Бұл түстің барлығы стандартты бекітілген, Стандартпен бекітілген түстер. Ашты? Айтпақшы мен. Ана зелені алмаппын ғой. Қазір аламыз. Арнайы дизайнерлерден заказ келген. Достар қашаған дегенше ішін бір бәлесіп тек бұзу емес көреміз. Іштік енді ұш. Давай. Біз соған қарай шығамыз. Бүгінге тек алтын таптым. Үйге барып қоя салайын. Мен келген кезде станоктар келді, машиналар. қатты ұшырып Германия Үйде зомбилар қалай кіріп кетті? Бұлар ескісі келіп кетті. Кет. Сол кісілердің жанына Кеме ма? Кеме. жанына қонақталарын үйреніп, шетелден келген азаматтар қайтты бізге үйреткеннен кейін біз қолымызға алып Зомбилар қайдан Ендеше жүріп қарап көрейік сіздің жұмыс орныңызды, Аяз ата келді. бізге. Анадан не oldu енді? Қорқыныш. Білеу ал. Мен де басында орында тұрып жұмыс іздеп жүргенде ел тарихындағы елеулі Ол оқиғаның өтірік қатысушысы Аяз ата. боламын деген ой үш ұйықтасам түсіне кірмеген болар. 2013 жылы Клим фабрикасының қарапайым жұмысшы болып жұмысқа тұрдым. Бұл Қазақстандағы Клим фабрикасының алғашқы өндіріс орны. Чеснокта өндірген бе? Өндіріс аяққа тұрып біртіндеп ашыла бастады. Мен де тәжірибе Тоқтар. мансабым жоғарылады. Аяз аталар олар болысын өлтірсе олар қорқады ғой. Ал мен ауысым басшысымын. Мен Хабиб Тіленшиев үлкен іс, үлкен өзгеріс кішкентай қадамнан басталады деп білемін. Өйткені мен өзіңмен танысқаныма қуаныштымын. Ең әуелі осы өндіріске қалай келдің, оған дейін нені оқыдың, нені білдің, сұрап алсам. Өндіріске дейін оқыған мамандығым ол техникалық колледжде жерге орналастыру мамандығы бойынша оқыдым. Оны бітіргеннен кейін Бұл ешек екен ғой. сырттай тапсырып әртүрлі жұмыс істедім. Кейін келе осы зауытқа келдім. Бұл зауытта да басында қарапайым жұмыс істедім. Қарапайым жұмысшы деген жаңағы кілемді көтеріп, тасып, әлгілері орналастырып. Бұл жерде мамандығымыз бұған сәйкес келетін. Зомби аты қайдан шықты? Осы жерде білім берді, оқытты, үйретті, жұмыстарынан. Қазір станоктарды үйретіп жатыр. Не үйрендіңіздер сонда? Бұл жерде Еміне ақыр заман болады. бізде ондай мамандарды Дәл таптым. Ақыр заман келді. білмеген нәрсеміз Жетел. жіптен қалай Не өндіру бар, өтіп қорқып тұрсың мен? қандай дизайндар беріледі, соның бәрін оқып үйрендік. Кіші. Станоктарды да елімізде болмаған Жетел өндірайын. бізге бір Бұл кет зат бақ. нәрсе сияқты болып көрінді. Оны Ұйықтай үйрену ішпе. қиын сияқты болып көрінді. Бірақ уақыт өте келе көріп, біліп, Терезе сынды ма? нәрсеге көңіл аударып, соны үйренсем екен, білсем Тағы екен деп жетел ме? талпындық, соның арқасында қазір қаншама балалар үйрендік. Достар жер ұйықтап жатқан кезде телевизордан қарап қорқытатын болдым. Сосын шошып кетеді, ана жүрек ұстап қолым мүмкін содан қашып кетеді. Ұйықтайсың ба? 22 жасыңызда, иә? Достар ана тілге байқас қойыңыздар. 25 жасқа дейін өзі тұрақсыз болып, Тағы да немене қарным ашып кетті. жүруші еді. Қарным ашып кетті. Су ішіп алайын. Өмір бойы немесе де әйтеуір сүйіп қызмет ететін қалаңызды тапқан сияқтысыз, иә? Иә, біздерге келген кезде мысалға әркім өзіне ұнайтын бір жұмыс Нені? істеу керек қой. Ойбай! Станоктар бар, әртүрлі сапа бар. Ойбай. Жұмыс өзіне ұнайды, қызықты. Мысалға Сәл жүрегіңіз тоқып. бір тек қана бір нәрсені істей бермейміз, бұл жерде әртүрлі үлгі шығарамыз. Мысалға халыққа қандай, базарда да қандай нелер өтілді. Қараймыз жан-жақта Не ізденеміз. болды? Мысалы, мынандай да тендерші бар. Ұйықтамайды. Осы біздің айтып тәуеліктегі тмд елдерінің арасында Ойбай. Мына пұршақпен не болды?
Жүр кеттік, жүр. Жүр. Фабрикаға келгенше Я дейін жүрмей сіз жатырмын. аз жерде қызмет етіп көрдім дедіңіз. Аязада Жалпы қайда? еңбек адамына Мен білмеймін оны. және болашаққа Айттым, деген маса сені сенімді өлтіремін. қаншалықты маңызды? жұмысқа тұрақтылық Өлтіремайсың менде. Алма. жұмыс істеу барысында ол жаңағы Алтын броняға өлтіремайсың. Сен өзі қалай сөйлеп осы тұрсың? да қанша жылдан бері жұмысқа тұрақтылық Адамсың ба или? Несін? Өзіңнен көрмен кеттім өзіңнен. Аяздадан білемін мен қаяқ кеткен. Қайда? Сен басыңда Ой, кетші бар қазір көресің ғой. Нені? Көзімді көрдім. Менің кім екенімді білмейді екенсің. А сен қояна бер. Не жануар? Мен қоштас. Жоқ. Көр. Мен білемін қаяқ кеткен. Айт давай қазір. Батыс жаққа кетті. Өзіңіздің қол астыңыздағы қызметкерлерді Білесің қалай бе, тәрбиеледіңіз? ақыр заманды өзгерттім. Ол енді шығыс жақтан шығады. Кеттім онда мен көресің ғой. Давай, черт. Давай. Вот, қызым. Достар, в общем, мына аязда сыйынды ғой бұл. Сол себепті балдармен кішкене сөйлесеміз, соны Достар, қорқып жүрді В общем, аязда болым, аязда крампус болым. қателіктер көп болған сайын өндірісімізге ол зиян тиеді. Осы жауапкершілік мәселесі бойыңызда зомби. өте келе қалыптасты ма? Әлде Жылап бала отыр ма? кезіңізде сондайсыз ба? Өйткені бөтеннің мүлкін Аязда? бүлдірмеу деген мәселені көтеріп Аязда? Ей, маңдайын деп айта алмаймын. Аязда, көмектес. Түзелу керек, правильно. Аязда? Түзелу керек. Ризық несібеміз мол болу үшін бізде кішкене соған Я көтеріп жатырсың мені. қызмет жасауымыз керек. Бұл не керек сізге? Сен көтеріп жатырсың вообще. Біздерді ата-анамыз Білмеймін, мен көтеріп кеттім ғой. Ағаштың Сен не қылып айттың? Не қылып айттың ана қызға? Мен айтқан жоқпын. Демедім ғой. Сіз айтпадыңыз маған. Айтпадыңыз ғой маған. Сен атың кім өзі? Серік бол. Жарайды онда Серік бол. Менің атым Аджары Гүджу. Давай, Аджари Гуджу. Өтірік атым Аязда, шын атым Аджары Гүджу. Давай, У меня есть вопрос. Аджари Гуджу. Каким новостям? Қандай Аязда? Аджари Гуджу. сенімсіз YouTube каналдарына ма? Білмеймін. Айтпақшы. Мен үйім жажыр. Мен заты ана забручкаға барам. Бекер айттым ана адамды Аяздаға. Пришло. Аджари Гуджу, ё-моё. Шық, давай шық. Мен Аязда мен көрмейтін шығар. Осыған мен бір күн қоймай тұрайын. Непостоянная и причудливая мода. Мен Что такое жатам. комфортный не стиль и сосуд. азиатская роскошь? Ой, өрт! Секір, секір, Повседневно задает секір. тренды. Понятно. Аяғым, Какая она? аяғым ойбай. Жоқ, Расскажем и покажем жоқ, историю кім тех, бұл? кто создает непревзойденный стиль моды Кім? Казахстана. Достар, енді кәдімгі сипыл пранчатын Новый көресің. проект Вот, дизайнеров, вот, кетіп мен, которых мы любим, знаем, носим и ждем. Ё-моё. На телеканале Жибек Желает. Блин, это, блядь, ана кукла, блядь, ана карампуз Аязда. Қаш. Кім даусы? Достар, бақанда. Кім даусы? Адамның даусын естімей ме? Даусы өте қатты досым ұқсайды. Дикоға. Или ол маған пранк жасаған шығар. Мен ойнап атқанымды білемін. Шындықты бәрібір айтам. Дикоға қатемді тауып алады. Бірақ бұл Дико болмауы да мүмкін оған. Ол маған ешқашан үйтіп жасамайды ғой. Саған бір тұзақ құрам. Дико емес шығар, қайдан білемін. Мен әке шешеңді өлтірген адамның баласы. Не сенің? Баршалығы бүгін Үйім де кетті, телеарнасы. аяғым да ауырып жатыр, секіріп ағаштырды. Мен бар еді, бір күн ұйықтыш, ешкім шет етпейтін шығар. Қоршақ қоймасам. Яков Зана, Чудо-Дрюнде.
Азан болғанда тұрамын. Неге ұйқым келмей жатыр? Таң атып жатыр. Ұйықтамай қой, или таң атып жатқан жоқ. Мына басып қанды да білмеймін. Қанның ішіп кетті ғой, қаяқтан шығып жатыр. Құрметті көрерменіміз, қазір өндірістің қызып тұрған жеріндеміз. Дауысымыз сәл. Қандардың есі қаяқтан шығып жатыр. Бірақ сонда да Рәскенмен сөйлесуді кім ол? жөн көріп отырмыз. Рәскенмен де түсіндіріп Ей, өтсеңіз. сен кімсің? Негізгі Сен кімсің? Менің атым Стив. аппарат сияқты ғой, иә? Менің атым қорғаушылар. Ой, қаш. Мен осы өрттен қашып келеді. Мен енді аязда Крампус бір бәле өлтіріп кетті. Сені де? Мені де үйімді жарып аяғым сынып қалған. Менің атым Стив емес негізі. Кім атың? Менің атым Дәулет. Дәулет? Достар шығып кетті, көреміз. Достар, общем, мынау А8 шығып кетті мердан. Ешкімге ұнамай. Общем, осын лайк басып, ана тікірге шығарсыздар, мен осы видеоны салатын боламын. Лайк басып, ана тікірге қойыңдар.